Ал достар, мен Тәужаннан бір сұрақ қойым деп тұр. Тәужан, сен үшін измена деген не негізі? Апа, мен измена дегенді вообще білмеймін. Мен вообще ондай сөз бар екенін де білмеймін ғой. Сенем, бірінші рет естіп тұрмын да, таң қалып жатырмын, ондай сөз бар ма не? Неге енді осылай айтып тұр, айта салсам болады, осылай. Жоқ, мен негізі примерно естігем, но әлі таң қаламын адамдарға қалай изменять етеді, изменять деген. Мен не то, что изменять ету, мен даже біреудің магазинде бір продукт алып, екінші магазинге пакетпен кіруге алатын адам, ол не то, что изменение. Сонда, мысалы, сен үшін басқа біреумен сөйлескен қызың бола тұра. Ну, переписка, короче, флиртовать еткен. Переписка ма или переписка жалпы. Переписканы сен үшін измена ма? Ну, енді флиртовать етіп кездесейік деп сөйлескен. Қалайсың, давай встретимся деген ба? Ну, смотря, қай жағынан кездескің келіп жатыр деген сияқты ғой. Ой, жарайды вообще. Біз деген Дубай молдамыз. И Дубай мол білесің ме? Осы жалпы әлем бойынша ең үлкен торговый центр екен. И сол жақтан кроссы алдық екенбіз. Бірде парный кроссы болып тұр енді. Мен жақтан кепсең киім не десей? Киім не киім? Келіп тұр ғой, қарасай, менің мына жерім мынандай цвет. Сенікі то же самое и розовый цвет. Иә, келіп тұр. Бүйтіп жүрміз бе? Білесің бе, мен кроссымды өзім киіп келген кроссымды сразу лақтырып тастады да, мені сұрамай даже. Енді пробег айналып кеткен ба? Тастау керек. Еще тура сондайын әперем дедің, не? Әперем. Денсаулық болса бәрі болады деген сияқты. Жалпы мен інісімен бірге тастап кетті, жалғыз деп айтпай ақ қоймын, бірақ інісімен бірге тастап кетті. Қазір келем, достарыммен жүріп қайтамын деген сияқты еді, бірақ телеграмына қарасам, клубтан бірақ шыққан сияқты. Енді ол жақта еще 500 000 стол заказ берген. Енді екі адам болса, просто екі адам бүйтіп жүріп қайтуға да болады, бірақ енді, значит, қасында адам болады деген сөз. Білмеймін, может, мен алып кетсе, мен сеніп жүре беретін едім, қасында қойшы, мен бармын ғой, білемін ғой, не істеп отқан деген сияқты. Ал енді жұптық ара қатынаста қызын тастап кетіп не істеуі мүмкін деген ойлар енді неше түрлі жаман ой кетіп жатыр, шыны керек. Бірақ шынымен де ғой, жұптық ара қатынаста мен ойлаймын өз басым ондай дұрыс емес деген сияқты. Либо жүрсең, қасында қызыңды алып жүруің керек. Сіздер қалай ойлайсыздар? Не болады екен білмеймін даже. В общем, енді бірінші парный аяқ киім, короче. Просто Дубайда қатты пробег айналдырып жатық та. Все. Нам салатайық. Неге пакетше? Все, енді адам бұл қалды кішкене. Пробегті айналдырайын деп тұрып қана. Ой! Шүкір Алла, Дубай молдамыз, иә? Розовый дейсің ғой. Все на розовом. Қалайсыңдар? В общем, еге жаңа келгенсің ғой, түр жоқ, бет жоқ, айналып тұр енді түр деген. Погода мынандай болып тұр. Жел болып тұр, короче, ешкені бар, бассейнға түсіп қайту керек болып тұр. Өздеріңде не жаңалық болып отыр? Жатам. Нақшан бәрі бізді күтіп тұр. Біз видеомыз түсіріп болғанша деп бәрі біз күтіп тұр. Мына Мико түсіп жатыр фотоға. Мынау өркен. Не важно. Бәрі біз күтіп тұр. Міне товармен. Қайырлы кеш, қалайсыздар?
көптеген хаттар алып жатырмын. Бүгінгі кездесу қалай өтті деген. Я, сіздер стористен байқағандарыңыздай, бізде бүгін үміткермен бірінші кездесу болды Тәкемен. Ол кісінің енді уақытының өте қатты тығыздығына қарамай, маған уақытын бөліп, көңілін бөліп, осындай әдемі кездесу ұйымдастырып берді. Барлығын енді дүйсенбі күні подробно айтып беретін боламын, алла бұйырса эфирде. Сосын бір қызық жағдай орын алды. Менде бір сохраненный рилс па или картинкама болатын кездесу бір локацияда өтіп жатады. И менде мынандай ой болатын, егер менде бір үміткер келсе, дәл осы жерде алғашқы кездесуді осында өткізе екен деген ой болатын. Бірақ мен оны бір ешкімге айтпағанмын. Жүрегімнің түпкіріндегі бір ойымдағы бір сондай арманым болатын деп айтуға келеді. Және сол арманы бүгін орындалды. Және дәл сол жерде. Сосын мен оған өте қатты таңғалдым. Тәкеге де айтып бердім. В общем, күшті болды енді. Ассалаумалейкум. Необычная история, шайх. Короче, қалайсыздар, қалай? Қайырлы күн баршаңызға. В общем, таң атпастан служу қайын жұрты болып жатыр. Бүгін күшті. Қандай? Аягөздің үйіндемін. Қараңдар, мынау менің енемнің машинасы. Мынау менің машинам. Көрінбей, вкустарымыз бірдей. Hyundai. Қызыл свет, мен көк свет. В общем, бұл кісілер бүгін қонақ күтіп жатыр. Мынау домашний түрін көрсетпей жатыр. Көрдіңдер ме? Домашний түрі страшно бұл негізі. Стил таза қызыл ор. Күндеріңіз сәтті өтсін, аман болыңыздар. Күшті вайпта жүрмін кәдімгідей. Мияқта ата, мияқта міне қайын атам отыр. В общем, балаларың салам алейкум. Ау дезі. В общем, бүгін лайф сторисқа көп шығам деп шештім. Артымда неғып қалас тұр десеңіздер, мойкаға келдім. Машинамды бір мөлдіретіп, бір жубалатым бар екен де. Аспа бір жарқап тұрған кезде машинамды жубалайды екен ғой. Бүгін настроением өте керемет болып тұр. Бір дүние айтқым келіп отыр сіздерге, бір ішімдегімді бөліскім келіп отыр. Историямды көресіздер. Бір подписаться етті, жаным ау. Подписаться етіп, көретін болсаң. Яғып тығылып бүйтіп, қойыстан Алишер Асылбайды іздеп оны. Бір подписка жасап қой, сөйтіп көре бер. Сен подписаться еткен сайын маған шабыт бересің. Үстіп, сосын әңгімелесеміз. Давай, тез подписаться етейік. Ана, 26 мың деген, 27 мыңға жеткізейікші айналайын. Историяны нормальный адам көреді, бірақ подписаться етпейді сол. Сәл обидно негізі.